1995 жылы жалпы орта білім беру мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Тілдәбек Пашасая. Тақырыбы ұлы даланың ұлы есімдері. Машқа Жүсіп Көпейұлының батырлар жайлы жинағы. Машқа Жүсіп Көпейұлы жаңа мен ескі заман әдебиетінің алтын көпірі іспетті. Ол өзінің саналы ғұмырында тек қана жазып қана қоймай, үнемі ізденісте жүрген қазақ әдебиетінің жанашыры деп білемін. Ол өзінің есімнің ел ішінде аңызға айналуына оның тек қана ақындығы ғана емес, оның үнемі ізденісте жүріп қазақ әдебиетінің жанашыры болуы себеп болса керек. Ол ауыз әдебиетінен еліміздің барлық тұрмыс-тіршілігін, салт-санасын, дәстүрлерін, қилы-қилы тағдырын байқай білген зерделі жан, көпті көріп, көп оқыған білгір ақын, әртүрлі тақырыптарда асыл мұраларды аша білген. Олардың бірі сыңсу, екіншісі жоқтау болса, олардың арасында батырлар жыры да кездеседі. Батырлар жырында Машқа Жүсіп қолжазбасынан алынған Сайын батыр жыры. Ол 3000 жолдан тұрады. Меш жинағында алғаш рет жарияланған. Сайын батыр жырына тоқталатын болса, қысқаша баяндап өтсем, Сайын батыр жыры қазақ ноғай жыры деп те аталады. Ол 3000 жолдан тұрады көлемі. Машқа Жүсіп Көпейұлының Сайын батыр жырында Бозынай деген баймен оның ұлы Сайын батыр бейнеленеді. Сайын батыр өзі атақырды қолдауымен болады, және де ол өзінің балалары да атақырдың қолдауымен туылады. Машқа Жүсіп Көпейұл ел арасынан көптеген батырлар жырын алып, оларды зерттеп жазбаға түсірген. Сайын батыр жырының Машқа Жүсіп Көпейұл, Игнатьев, Иманов жинаған қолжазбаларында сюжеттік айырмашылықтар өте аз. Себебі Сайын батыр жырының ғылыми зерттеулер нәтижесінде бір түбірден тарағаны барлығымызға белгілі. Сайын жырының түпнұсқасы табылмаған, ал қазіргі таңда оның көшірме нұсқалары әртүрлі музейлерде 149 болмаса орталық Қазақстанда ғылыми кітапханада сақтаулы тұр. Бабалар сөзі сериясының 49-шы томына да енген. Бұл жыр Сайын жайлы алғаш пікір білдірген ғалым, ол бізде Стасов болған. Ол өзінің еңбегінде осы Сайын батыр эпосы мен орыс халықтарының эпосын салыстырып, ондағы көп белгілерді орыс эпостарында жоқ екенін атап көрсетеді. Және де осы пікірді дәлелдеу барысында ол Сайын жырынан мысалдар да келтіреді. Және де осы жыр туралы көп пікір білдіреді. Басқа да пікір білдірген ғалымдар олар Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов сынды ақындарымыз осы жыр жайлы өте көп пікірлерін білдірген.